Қызылордада 8 қаңтарға қараған түні пышақ жарақаты салдарынан қала тұрғыны мен оның 34 жастағы қызы көз жұмды. Бұл туралы sn.kz ақпарат порталы хабарлайды. Оқиға туралы полицияға қаза тапқандардың көршілері хабарлаған. Оқиға орнына жедел жеткен патрульдік полиция экипажы күдіктіні қылмыс орнында ұстады. Ұсталған азамат жәбірленушілердің көршісі деп жазылған хабарламада. Адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта барлық қажетті тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр. Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды. Оқиғаның мән-жайы анықталып жатыр. Тергеу мүддесіне байланысты өзге ақпарат жария етілмейді. Қадірлі көрермендер, бұл оқиға қоғам үшін өте ауыр әрі алаңдататын жағдай. Бір түнде екі адамның, оның ішінде ана мен қыздың қаза табуы кез келген адамды бейжай қалдырмайды. Бұндай қылмыстар тек бір отбасының емес, тұтас қоғамның трагедиясы екенін ұмытпауымыз керек. Қазір бастысы эмоцияға беріліп, асығыс қорытынды жасамау. Тергеу жүріп жатыр екен, күдікті ұсталған, енді істің барлық мән-жайы заң аясында анықталуы тиіс. Әлеуметтік желілерде түрлі болжам мен айыптаулардың тарауы жағдайды одан әрі ушықтыруы мүмкін. Бұл жағдай адамдар арасындағы қарым-қатынас, тұрмыстық кикілжіңдер мен агрессия мәселесіне қайта назар аудартады. Көрші адамдар арасында да осындай қайғылы жағдайға алып келетін түйткілдер жиналып қалуы мүмкін екені ойландырмай қоймайды. Сондықтан алдын алу, түсіндіру, психологиялық қолдау шараларының маңызы зор. Құзырлы органдар істі әділ қарап, нақты шешім шығарады деп сенемін. Ал қарапайым қоғам үшін бұл оқиға зорлық-зомбылықтың салдары қандай болатынын көрсететін ащы сабақ.